Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Нурик KZ. Достар, бүгін мен ең қиын челлендждердің бірін орындамақшымын. Ол челлендж бір түн бойы ұйықтамау. Бұл видеоны бастамастан бұрын сіздерге дұрыс қадам деген арнаны ұсынғым келеді. Бұл каналда 260 подписчик бар екен. 280-ге жеткізіп тастайық достар. Соңғы видеосына комментариясында Нурик KZ'тен келдім деп жазып кетеміз. Достар, тіркелеміз. Сілтемесі описаниеде болады. Тіркелеміз. Давайте. Видеоны соңына қараңыз. Сол ең жестко челлендждердің бірі. Мен сол челленджді бүгін орындайын деп жатырмын. Орындай аламын ба, орындай алмаймын ба білмеймін. Бірақ тырысып көрейін деп жатырмын достар. Барлығы сіздер үшін. Қазір сағат міне 12-ден 5 кетті. 12-ден 5. Сағат 12-ден 5 кеткенде осы челленджді бастадық. Енді қанша уақыт ұйықтамай жүре алады екен түні бойы. Мен арнайы бұл видео үшін дайындалған жоқпын. Күн жарық кезде ұйықтап алып дайындалған жоқпын. Бірден түсіре салайын деп шештім. Қазірдің өзінде кішкене ұйқым келіп отыр. Таңға дейін шыдайын ба білмеймін, бірақ шыдауға тырысамын достар. Неге жай сөйлеп бастым десеңдер, қазір үйдегілердің барлығы ұйықтап жатыр. Мен өзім ақпын, өзіме ояу жүрмін. Осы челленджді орындайын деп әтеге. Енді не істейміз? Өйстіп айланып жүреміз. Міне қазір түн болды, қазір көрсетейін сіздерге дәлелдеп. Түн. Вообще күн жоқ, жұлдыздарды көрмейді. Яқта бір жарық бар. Болды. Кішкене ұйқым келіп отыр, бірақ сіздер үшін до конца шыдайтын боламын. Достар, енді сағат 12-ден 18 кетті. Енді не істейміз? Енді осы видео түсіріп жатқан телефоннан YouTube кодынан біраз видеолар бар, соларды қарап жататын боламыз. Бірақ ұйықтап қалмау керек. Достар, мені YouTube кодағы барлық видеоны көріп шықтым. Сағат мені 1-ден 56 кетті. Түнгі 1 болды. Мен кәдімгідей ұйқым келіп отыр достар. Түнгі 1-ге 12-ден бастап 1 болды. Көп уақыт болған жоқ негізі, бірақ соның өзінде де ұйқым келіп жатыр. Таңға дейін шыдай алмайтын сияқтымын достар. Максималды 4-ге дейін шыдасам деп отырмын. Бірақ оның өзінде шыдай алмайтын сияқтымын. Бірақ кәдімгідей ұйқым келіп отыр. Көзім қайта жұмылып, онша да аша алмай, даусым да кішкене бұзылып жатыр. Осыны кейбір ютуберлер орындаған кезде мен осыны несі қиын, оңай ғой әшін, бір түн ұйықтамай жүре бересің ғой деп ойлаған едім. Бірақ қиын екен. YouTube көрсең, 2 есе қатты ұйқым келеді екен. Білмеймін, 2 есе қатты ұйқым келіп кетті YouTube көргеннен кейін, видео көргеннен кейін. Ойын ойнай тұрайын. Minecraft деген ойын бар, соны ойнай тұрайын. Солай ойын бар, соны ойнап уақыт өткізу керек. Таңға дейін шыдау керек. Тіпті болмаса 4-ге дейін шыдау керек достар. Достар, сағат 3-тен 4 кетті. Көрініп тұрса. Қазір біртүрлі дауыстар шығып жатыр үйден. Барлық видеода түнгі 3-тен кейін бір дауыстар шығып, түнгі 3-тен кейін бір жын-жітан шақырып сондай болатын еді ғой. Біздің Бақытжан дегенде сондай түсіретін. Жын-жітан шақырып сөйтіп түнгі 3-тен кейін. Мен кішкене қорықтым, түнгі 3 болды қазір. Көзім жұмылып уже. Қазір көзімді кішкене 1-2 секунд жұмасам ұйықтап қалатын сияқтымын. Сосын бір яқта парабойлар бір тықырлап жатыр ма, шықырлап жатыр ма. Сосын кішкене дуалда тырмалап жатқандай. Бір дауыс естіліп жатыр. Мына жақтарда естіліп отыр достар. Мен қазір осы орыннан тұрғым да келіп тұрған жоқ. Достар, мен қазір бір қорқып тұрғаным, мен бір кинолардан есіме түседі да осындай кездерде. Түнгі 3-тен кейін перде өзіне өзі қимылдап, столлар өзіне өзі қимылдап, мынау люстра да қимылдап өзіне істеп. Сондай бола ма деп кішкене қорқам. Бірақ ол өзіне қиялым. Бірақ оны ішінен болмаса екен тілеймін.
болмаса екен деп тілеймін. Болса мен қазір бұл жерде мен 1 минутта тұрмайтын едім. Қазір осындай сондай жағдай болса. Так что лайк пен подпискамен қолдап кетіңіздер достар. Давайте 4К-ді шыдасақ болды. 4К жетеді деп ойлаймын. Достар, сағат 4-тен 10 кетті. Мен жостық ұйқым келіп отыр достар. И менде бір ой бар да. Осы 4-те мен мүлдем далаға шығып көрмеппін, көше жаққа қарай. Өзім үй жағыма қарай шығып көрмеппін мүлдем. Сол қазір шығып көрейін деп жатырмын 4-те. Осы 4-ке жеткеніме қуанып тұрмын. 4-ке дейін қиын достар. Қазір киімдерімді киіп далаға шығып көретін болдым достар. Мүлдем шығып көрмеппін. Дала қап-қараңғы. Мүлдем жарық жоқ. Қорқу да бар. Мен түнгі 4-те қазір барлық иттер, адамдан барлық ұйықтап отыр. Қап-қараңғы. Соны көрейін деп отырмын. Реакциямды көресіздер достар. Кеттік. Достар, мен сырт жаққа қарай шықтым. Менде уже қорқыныш сезімі өзім көп болып тұр да. Біздің ит үріп жатыр. Мен танымай қалды. Достар, енді сырт жаққа шығып көрейік. Мыяқта сарай. Мына малдардың көздері жанып тұр. Жирақ көрініп тұр. Түнгі 4. Мен ақпын. Өзімді андай сезініп отырмын. Бір видео бар еді ғой. Әлемде бір-ақ адам қалса не болады деген. Сондай кішкене сондай болып сезініп отырмын. Менде қазір қорқыныш сезімі көбірек болып тұр. Енді ойлап көріңіздерші. Өздеріңіз түнгі 4-те шығып көріңіздерші. Айналаңызда бірде-бір жарық жоқ. Барлығы ұйықтап жатыр. Мына фонарьды өшіріп қалсам. Дала қатты суық болып тұр. Бірақ бір жақсы жері түнгі 4-те свет жақсылайды. Кейбіреулеріңіз ойлайтын шығарсыздар. Несі қорқынышты мынау түнгі 4-те жүре бересің ғой ішінде. Қорқынышты. Достарым, міне сағат 5-тен 33 кетті. Мен қазір үйге қайтып бара жатырмын. Жаңа қайға барды десеңдер. Мыяқта көршінің үйінде интернет бар. Соған біраз тұрып қайттым. Маған өте қиын болды. Бірақ далаға шыққаным жақсы болды. Мен қазір далаға шықпағанымда баяғыда ұйықтап қалатын едім. Далада онша ұйқым келмейді екен. Суық болғаннан кейін ба, онша келмейді. Достар, видеоны аяқтайын. Әйтеуір дегенде таңға дейін жеткіздім ау. Барлық сіздердің арқаларыңызда, сіздердің қолдауларыңыз арқасында. Егер де видео ұнаса, каналға тіркеліңіздер, міндетті түрде. Және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болғанын жеткізеді. Аман сау болыңыз.